Саламатсыздар. Саламатсыз. Бұл қазір бізде химия сабағынан шыққаннан кейін сабақты талдау болады. Бұл талдауда мен сізге сұрақтарды сұраймын. Сіз сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап берсеңіз болады. Сабақта қалай болғанын еске салып, еске түсіріп, сосын егер иә болса, ол кезде қалай жасадыңыз, соны мысал ретінде беруге болады. Так, бірінші бізде тақырып қандай болды? Қышқылдардың химиялық қасиеттері. Бұл бізде зертханалық жұмыс болды. Енді сіз сабақтың тақырыбын және мақсатын айтып шықтыңыз ба? Иә. Зертханалық жұмыстың тақырыбын, мақсатын хабарладыңыз ба? Тек қана сабақ емес, зертханалық жұмыстың өзінің мақсатын және тақырыбын. Жеке хабарлаған жоқпын. Себебі сабақпен байланысты біліп отыр ғой олар. Сол сабаққа қатысты. Мұғалім зертханалық жұмыстың нақты мақсаттарын түсіндіріп, оқушылар сабақ соңында нені меңгеру керектігін атап өттіңіз ба? Жоқ. Керек па? Керек. Керек жоқ па? Мұғалім оқушыларға мақсаттарды үнемі еске салып, олардың сол мақсатқа қаншалықты жақындаған нақтылап отырды ма? Жоқ. Яғни тек қана сабақтың мақсатын, зертханалық жұмыстың мақсатын бір рет басында айтып кету емес, оны сабақ барысында еске салып, балалар біздің сабақ мақсаты мынау еді деп, мысалы сол мақсатқа көрсетіп, сосын сабақтың соңына қарай келген кезде сол мақсат тағы да қаншалықты жетіп жетпеген көру үшін. Одан бөлек қазір критерийлерге тоже келеміз. Сабақтың эксперимент аяқталғаннан кейін сіз зертханалық жұмыстың мақсаттарына қайта оралдыңыз ба? Аяқталған еді. Біздің мақсатымыз қандай еді, балалар? Мынандай еді, иә? Дәл ондай нақтылаған жоқпын. Қалай не істедіңіз сабақтың соңына қарай? Соңына қарай мен на результат работала. Мысалы, ең соңында көмірқышқыл газының үлесі көбейді ма? Оны немен, тәжірибемен байланыстырып, реакциямен. Реакция барысында себеп көбейді. Басында мақсат қандай еді бізде? Қышқылдардың химиялық қасиеттері. Оны бөлетін болсақ, қандай мини мақсаттар болды? Мини мақсаттар. Так, қазір. Қышқылдардың pH-ын анықтау. Қышқылдардың pH-ын анықтау. Олар соған жетті ма мақсатқа? Жетті деп ойлаймын. Одан кейін білді. Одан кейін бейтараптану реакциясы жүргізу барысында pH-ын бейтарап ортаға жақындағандығын көрсету, жетіге жақын. Одан кейін соңында карбонаттармен әрекеттесу барысында көмірқышқыл газының бөлінуі көбейетіндігін дәлелдеу. Яғни бұл мақсаттарға жетті. Жетті деп ойлаймын. Айтқан кезде өзіңіз айтпасаңыз да, ол мақсаттарға жетіп жетпегенін сіз не істедіңіз? Қадағаладыңыз. Қадағаладым. Я деп жасайық ол үшін. Енді басында қысқаша теорияға кірдіңіз ба? Қысқаша теорияға кірген жоқпын. Эксперимент басында жаңа жұмыс парақтарын, дәптерлерін тараттыңыз ба балаларға? Өздеріне бар дәптерлер. Эксперименттің барлық процесін қысқаша баяндап өттіңіз ба? Баяндағанда сол спикер балаларға айтып отырдық. Өздері біледі олар. Негізі жасалған тәжірибе. Просто сізге показательден көрсеттік қой. Кеше ғана жасағанбыз негізі. Так, бұл жақта иә деп басайық. Енді өте маңызды. Әр кезеңде туындауы мүмкін қиындықтар мен қателіктер туралы оқушыларға ескерттіңіз ба? Қалай олардың аулақ болу керектігін түсіндірдіңіз ба? Мысалы, оларда сабақ кезінде мынандай қиындықтар, қателіктер болуы мүмкін. Солар алдын ала айтып шықтыңыз ба? Жоқ, айтқан жоқпын. Айтқан пайдасы бар ма? Бар. Мен ойлаймын, химияда ерекше айту керек. Негізі қауіпсіздікке тоқталып отыру керек деп ойлаймын, қайта-қайта. Әр кезеңді түсіргеннен кейін мұғалім оқушылардың тапсырманы түсініп-түсінбегенін нақтылап отырды. Иә, оны енді сұрап отырасың ғой, түсінер ма? Сұрақтар бар ма? Видеоға жазып атамыз. Видеода дауыс естіледі. Сол үшін түсініп-түсінбегенін сұрап отырдыңыз, түсінікті ма деп келесі сұрап,
балалар деп мысалы жоқ деп. Өйткені біз мұғалім болып бүкіл сабақтың этаптарында не істеуіміз керек? Балалардың арасында жүріп, топтардың арасында жүріп, былай айтқан кезде ментор сияқты олар қадағалап жүру керек әр этапта. Кері байланыс. Біз бүкіл сабақты өтіп болғаннан кейін келіп сұрап отырсақ, ол бөлек әңгіме, Бірақ сабақтың әр этапында оның қасында болып, әр кішкентай берген тапсырманы орындап жатыр ма, жоқ па, түсінді ма, түсінген жоқ па деп бағыт беріп не істеп отырмасақ, соңына қарай кейін кезде неге істемедіңдер деп ұрсудың пайдасы жоқ. Дұрыс па? Мысалы бешбармақ дайындау сияқты. Сізде мысалы өзіңіздің келініңіз болса, сіз не істейсіз? Бешбармақ дайында деп кетіп қаласыз, болды. Кейіннен қарай вообще дәмі жоқ, күшті болды, келіп ұрсып жатсыз да. Ол дұрыс емес. Сіз мысалы арасында ет турап жатқан кезде, тұз салатқан кезде келіп бағдар беріп, тексеріп отырсаңыз, соңына қарай кейін кезде жақсы бір нәрсе шығады да. Шықпаса да ұрсуға болады да. Өйткені сіз жүрдіңіз әр этапта. Яғни бірлесіп істеу керек, басында. Енді қандай критерийлер сіз қолдандыңыз бүгін? Бағалау критерийлері. Бағалау критерийлері енді балалар өздері орындай ала ма тапсырманы? Жеке өздері. Сіз балаларға сабақтың жаңағы мақсатын берген кезде, бұл мақсатқа жету үшін осындай 3-4 критерий бар. Оны деп мысалы бір жерден көрсетіп, оларға ол туралы айтып, оларға таратып, мысалы көз алдында болатындай сондай нәрсе болды ма? Жоқ, таратпа материал таратқан жоқпын. Олар қайдан біледі критерийлерді? Критерийлер негізі біз мен айтып отырмын, біз кеше орындадық оқулық бойынша. Бірақ оқулықтан датчик жоқ қой. Оқулықта таза өзі теориялық білімге сүйенетін практикалық жұмыстар. Біз соны орындадық. И датчикпен оңай екендігін көрсеттім мен соны. Онда былай сұрайын. Мысалы, сіз тура осы тақырыпты, тура осы жаңа эксперименттерді ертең істейтін болсаңыз, тағы да қандай балаларға бағалау критерийлерін беретін едіңіз? Бағалау критерийі мысалы қышқылдардың химиялық қасиеттері бойынша ғой. Мысалы, мына жақтан көрсетейін сізге. ChatGPT-ге жазсаңыз, қышқылдар деген тақырыпты мысал ретінде алайық. Қышқылдар тақырыбы. ChatGPT-ге былай жазу болады. Ертең менде мынандай тақырып бар. Осы тақырыпқа маған мынанша критерийлерді жазып бер. И сосын осы кезде оны жазып береді. ChatGPT арқылы сабақтың критерийлерін, сабаққа керек жоғары деңгей сұрақтарын, құндылықтарды, басқа тағы не бар? Өмірмен қалай байланыстыру керек, өмірден, күнделікті жаңа өмірден мысалдарды осы тақырыпқа байланыстырып берші деген сияқты бәрін жасап береді. Егер еще платный версиясын алсаңыз, одан жақсы болады да. Қараңыз. Қышқылдардың анықтамасын және құрамын түсіндіреді. Бір. Бала не істейді? Үлкен бір мақсат қойдыңыз ғой, қышқылдар тақырыбы деген сияқты. Сол мақсатқа балалар жету үшін сіз бұл мақсатты кішкентай мини мақсаттарға бөліп тастайсыз да. Бірінші, екінші, үшінші деген сияқты критерийлер бересіз. И бала не істейді? Үлкен бір мақсатқа жету үшін ол әрбір кішкентай критерийдің әрқайсысына жеке-жеке бірінші жетуге тырысады. Осы үшеуіне жетсе, ол автоматически жаңағы үлкен мақсатқа жеткен болып саналады да. И мысалы не істейсіз? Жаңа сіз формула жаздыңыз ғой. Формуланың нәтижесіне жаңағы су мен көмір қышқылы шығады. Дұрыс па? Сол формуланы бала жаза алады. И талдай алады. Критерий. Деп мысалы осы қышқылдардың өмірде несін қалай оларды өмірде қолдануға болатынын бала түсінді. Айтқан кезде ChatGPT арқылы осындай басында оңай мысалдардан бастап оңай критерийлер беріп, балалар соған үйрету керек. Балалар соған үйренгеннен кейін оны жайлап уже күрделендіруге болады да. И критерийлермен жұмыс жасаған кезде әр критерийге балл берген жақсы да. Сіз айтасыз, мысалы, мынау критерийге мен 2 балл беремін. Егер ол толық жасалса. Қателіктер болса, толық жасалмаса 1 балл. Егер ол жасалмаса 0 балл. Кішкентай осындай 1-2 балдан бастайсыз, сосын жайлап жүріп, оны 3-4-ке шейін апаруға болады да. Бұл не үшін керек? Балл болған кезде ол әділетті жүру керек. Мысалы, сіз топтарға жұмыстарды тараттыңыз, әр топтан не істейсіз? Мысалы, тапсырма бердіңіз, критерийлерді қойдыңыз, осы әрбір критерийге мынанша балл берем дейсіз. И балалар уже не істейді, өзі
топтық жұмыс жасап жатқан кезде соған Өздері тырысады бағалайды, да. Сосын өздерін өздері бағаласа болады. Сосын сіз баға берген кезде, егер олар келіспесе, олар айтады, жоқ, апай, мен мынау критерийлерді толық жасадым, міне деген сияқты не істеуге болады, апелляция жасауға болады да. А егер нақты балдар болмаса, сіз критерийлер бердіңіз, сосын айтасыз, так, сендерге примерно мынау критерий үшін 3 балдан 1 бал беремін дейсіз да. Балада соңына шейін түсінік жоқ. Неге ол маған 1 бал берді? Неге 2 емес? 2 қойса болатын еді ғой. Дауысын өшіре аласыз ба, апай? Сосын, или мысалы кейбір кезде мұғалімдер көп бал береді да. Мысалы 10 бал беріп тастайды да. Бір тапсырма 10 бал береді. Сосын топтарға да сендерге 6, сендерге орташа жасадыңдар, сендерге 9. Я, сендер почти бәрін дұрыс жасадыңдар. Деген ол әділетсіз. Бала келіспесе де, может, ешнәрсе айтпауы мүмкін, бірақ ішінен келіспеу мүмкін, риза болмауы мүмкін, иә? Егер сіз мысалы 10 критерий бердіңіз ба, әрбір критерийге 1-1 балл бердіңіз ба, 10-ның 8-ін жаса, 8 балл аласың десеңіз, ол уже не істейді, әділетті болады да. Сендерге 8, өйткені 8-ін жасадыңдар, сендерге 5, жарысын жасадыңдар. И дәлдеп бересіз да. Мынау 5-еуін сендер дұрыс жасамадыңдар деген сияқты. Сол кезде ешкімде ешқандай претензия болмайды. Өзіне де оңай болады. Ол әділетті болады. Тем более сіз шоколад, бір жақсы бір сыйлық беріп жатсаңыз, қатты әділетті болу керек та. Апай, кейін жасай аласыз ба? Дауысына кедергі болып жатыр да. Шум болды. Так. Критерийлер жақсы түсіндім. Енді бұл жерде қандай кешіріңіз, тағы да бір айтып кететін нәрсе, критерийлерді балаларға тек қана былай бір рет басында айтып шығып, презентацияның келесі слайдқа көшіп кету емес. Ең жақсы жолы, егер критерийлер кішкентай бір қағазда жазылып тұрса. Алдында тұрса, бір мақсат, фокус бересіз. Балдар, бүгін 40 минуттың ішінде көп нәрсе болады. Бірақ мен сендерден осы бір мақсатқа жетсеңдер болды, осындай бір фокус беріп жатырмын. Тек қана осымен алсыңдар деген сияқты оларға не бересіз? Бүкіл 40 минуттың ішінде фокус бересіз, олар соған тырысады да. Ал енді осы үлкен мақсатқа жету үшін мен сендерге мынандай қадам-қадам нұсқаулық инструкция беремін. Протокол сияқты. Сен ойланбай-ақ, осы біріншісін жасадың, сосын екіншісін жасадың, сосын үшіншісін жасадың, үшеуін бітірдің ба, значит автоматически үлкен мақсатқа жеттің. Бұл айтқан кезде үлкен мақсатты біз бөліп береміз, оларға ыңғайлы, оңай болсын деп. И олар алдында тұрса, ол сабақты қарап жатқан кезде, жұмыс жасап жатқан кезде критерийлерін қарап қояды да, так, мен мына жасадым, келесі дейді да, келесімен алысады. Айтқан кезде, бұл бәрін мен жасаймын, бәрін мұғалім жасайды деген нәрседен, неге? Жауапкершілікті оқуға, балдардың үстіне мен тастаймын, олар да өзінің оқуына жауапты болсын. Олар сіз берген мысалы 5 тапсырма, 5 критерий бойынша не істейді? Біреу жылдам, біреу жай, әрің өз темппен жүреді да. Егер ол критерийлер болмаса, бәрі сіздің аузыңызға қарап отырады, и сіз берген сабақ біткесін мен келіп сұрасам, балалар бүгін не болды сабақта десем, олар сабақта не көрсе, соның бәрін айтып жатады. Ана банка жарылды, сосын біз мынаны жасадық, мынақта бір қызық эксперимент болды да, фокус жоқ та өйткені. Біз не істейміз, соның бәрін фильтрден өткізіп, балаларға мынандай аттар жолдан жүрген кезде оң жаққа, сол жаққа назар аудармасын деп, мынандай кигізіп қояды ғой жылқыға, сол кезде тек алға шабады. Сол сияқты алға шабу үшін біз не істейміз, ол киіп қоямыз, көп нәрсеге сен не істемей-ақ қой, тек қана мынаны үшеуін істесем болды, мен саған 5 қоямын, мақсатқа жетесің десеңіз, ол соны жасайды, скорее всего да. Ал болмаған екен, сөйлеседі, анау-мынау, в общем, назар кетіп қалады да. Так, сіз бүгін балаларға сұрақ сұрадыңыз ба? Сұрағанда ұмыт қалады екенсіз. Қандай сұрақ сұрадыңыз? Мысалы түсінікті ма? Сосын мен одан басқа осы реакцияны қай кезде қолданып жүрсіңдер? Мысалы кондитер пісіретін кезде. Сізде сұрақтарыңыз төмен болды ма, жоғары деңгей сұрақтар болды ма? Мен ойлаймын, жаңағы соданы сөндіру реакциясы. Олар немен үйде сөндіресіңдер дегенде, балалар айтты, мысалы, уксуспен. Мен ойлаймын, ол немес төмен сатылы сұрақ емес деп ойлаймын. Төмен деген не ол, жоғары деген не ол? Төмен деген ол жай жоқ жауап беретін. Жіңішке сұрақтар дейді ғой. Жоқ па тек қана? Или мысалы, мынаның түсі қандай? Қарапайым сұрақтар. Аты қандай?
бұның бәрі төмен деп аталады. Терең ойлауды қажет етпейді олар. Иә, сен просто білесің, ел білмейсің, болды. Иә. Білсең, иә дейсің, жоқ дейсің, сосын жаңа атын айтасың, түсін айтасың, иә, терминді айтасың, болды. Иә. Қанша деген санын айтасың. Жоғары деген ол қандай? Жоғары деген ол жаңағы зерттеушілік сұрақтары ғой, ойланады, өмірмен байланыстырады. Яғни қолдана алу керек. не үшін? Иә. Қолдану ғой сол. Қалай? Басқа жолы бар ма? Иә. Өмірде қалай қолданамыз? Дұрыс па? Осындай баланы сыни тұрғыдан дамытады, иә. Балаларды рухани байытады. Олар сондай сұрақтарды жауап беру үшін кішкене ойлану керек. И қиналу керек. Іздену керек. Иә, сол кезде ғана оларда не істейді? Даму басталады да. Төмен деңгей сұрақтары, пирамида бар ғой. Просто андай есте сақтау, түсіну деген болды. Сонымен аяқталады. Жоғары деңгей пирамиданың ең үстіндегі синтез, талдау, анализ, бағалау, жаңа оценка деген сияқты солар. Менің айтарым, әр сабақта, әр тақырыпта бізде минимум бір жоғары деңгей сұрағы болса. Өйткені сол нәрсе олар сразу интернет таба салмайды. Сіз сонша нәрсе бердіңіз ғой. Сол нәрсенің бәрін анализ жасап, енді ол өзіне сондай бір синтез жасайды, соған бір жауап шығарады да. Осы нәрсе керек. Сол кезде біздің балаларымыз сыни тұрғыдан дамыған, ертең өзі ойланатын, өзі границасын қорғай алатын, әр нәрсеге еріп кете бермейтін сондай адам шығады да. Өйткені сіз соған 11 жыл бойы дайындадыңыз да. Сосын астырмау керек балаларды. Тез, давай емес, ойлануға уақыт беру керек. Сұрақ сұрадыңыз ба? Кішкене уақыт беріңіз. Біреудің көтеріп қойдыңыз ба? Ол бала ойлансын. В идеале негізі сұрақ сұрағаннан кейін бәріне уақыт берген дұрыс та. Сұрақ сұрадыңыз, балалар, міне сұрақ дейсіз да, кішкене уақыт бересіз. Мен сіздерге уақыт беремін, ойланыңыздар. Бәрі ойланып болады ғой. Сосын не істеу керек? Баланы көтеру керек та. Бізде қалай болады? Сұрақ сұрайсыз да, біреу қолын көтерді, сразу жауап бер. Тұрады да, тарс ете жауап береді да, болды. Бұның қандай зияны бар? Басқалары енді жауап жақта ойланып үлгермейді олар. Бір бала жай ойланады. Тарс ете жауап берді ма? Бала ойланып тоқтайды. Ойланбаса да болады, өткен дұрыс жауап келді. Біз шынымен бүкіл балаларымыз әрқайсысы өз жылдамдығымен дамысын десек, сұрақ қоямыз, сұрақты шығарып қоямыз, сосын уақыт береміз. Бәрі ойланып болғаннан кейін, кімнен сұрайсыз сұрақты? Ең баяу жауап ойланатыннан. Всегда содан сұрай бересіз ба? Жоқ. Қалай сіз шешесіз, қашан кімнен сұрау керек екен? Көбінесе бірақ біз мұғалімдер дайын баладан сұраймыз ғой. На удачу примерно ұра бересіз ба? Жоқ, көбінесе біз негізі дайын баладан сұраймыз. Біреу қолын көтере бергеннен сұрай береді, сол кезде басқа ренжитін негеден сұрай береді. Біреу көтермесе, білмесе, тыныш отса, содан сұрай береді. Ол ренжитті неге менен сұрай береді, мен білмегенін біліп отыр, бірақ әдейі мен тұрғызып. Назар аудармай отса, назар аударту үшін жарайды, ол да кейбір пайдасы. Бірақ негізі сұрақ сұраған кезде андай специальный фортуна деген бір домалақ айналатын нәрсе бар. Керек болса андай бір кружка, кружкаға мороженое таяқшалар бар ғой. Соған балалардың аттарын жазып қойып, соған қоқып қойып, сабақ барысында біреуін шығарасыз да, наугад ойланып болғаннан кейін шығарасыз да, арман дейсіз да, ол айту керек. Егер осылай істейтін болсаңыз, біріншіден кім қанша адам жауап берді, кім жауап бермей қалды, соны көресіз. Бәрін сұрауға тырысасыз. Жақсы екен. Одан бөлек ешкім сізге ренжімейді. Анау неге менен сұрай береді, неге менен сұрамайды ешқашан, неге менен деген сияқты ешкімнен ешқандай реніш жоқ, өйткені сіз білмей шығарып жатсыз да. Ол не істейді, неге апарады, ертең бүкіл балалар дайын болып отыруға тырысады. Өйткені біледі да, оның аты шығып қалуы мүмкін. Ол өте жақсы құрал. Андай айналдыратынмен өзін айналдырып қызық. Неге де панельге де көрсетеді ғой айналдыратын. Оған қаламасаңыз, мынау да тез. Сонда практикалық. Хотя бір реттен бәрі оңай, қиын сұрақтар айтып шығады да. Кім жауап бермеді ма, оны шығармай қойсаңыз болады. Ол біледі да, пока мен жауап бермеймін, апай менен қалдырмайды да, мен деген сияқты. Бұл реально баланы дамытады. Енді эксперимент кезінде андай қауіпті заттар болды ма? Болды. Күйдіргіш. Сіз жаңағы қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық жүргіздіңіз ба? Мен бүгін жүргізген жоқпын. Кеше айттым өйткені. Жүргізу керек па? Негізі керек. Күнде айту керек па? Күнде айту керек. Айту керек, өйткені Құдай сақтасын. Егер сіз айтпадыңыз, қол қойдырмадыңыз, бала күйді, ертең сіз жауапты боласыз. Ол үлкен проблем болады. Бір-ақ рет қойғызамыз біз.
жылдың ай басында. сайынғы бар ғой, ай сайынғы. Қайда? Мектептің ережесіне бағынасыз қой, в общем. Кабинетте бар ғой, каждый ай сайын, мысалы, ақпанға, сентябрьде. Біздікі бір рет қойды. Әр сабақта қойдырмасаңыз бола ма? Сағатта да сондай ғой, бізде ай сайын қойдыртамыз ғой, қауіпсіз ережесі. Мысалы сізде бір айдың ішінде Датчиктік неше шарт қойдым. 7 қауіпті эксперимент бар, дұрыс па? Сіз сонда айына бір рет ақ қоясыз болды ма? Или Айына бір рет қоямыз, әр қауіпті эксперимент Сенде алдына қойды қойып ма? тұр ма ай сайын бәрін? Иә, ай сайын қойып тұрған кабинет. Мектеп қалай сұраса солай жасай беріңіз. Бірақ мен өзім қауіпті әр эксперимент алдында или обязательно айту керек хотя бы. Қойдырсаңыз одан да жақсы да. Өйткені әр эксперимент кезінде не істеп алуы мүмкін да. Или бір айлық сондай қол қойдырған кезде айту керек. Мысалы бүкіл айдың ішінде болатын осынша экспериментте, иә, ол не істейді? Бірақ ұмытып кетеді да бала. Бірақ енді біз бәріміз уақыт неміз, бізде уақыт жетпейді ғой. Сабақта өз бетінше не болды ма жұмыс? Иә. Оқушылар өздері жасап көрсетті. Сіз ұсыныстар беріп отырдыңыз ба? Сіз осының бәрін бақылап, барып, бағдар беріп, кері байланыс беріп отырдыңыз ба? Түсіндіріп отырдым. Мұғалім барлық оқушылардың зертхана жұмысының мақсатына жетіп жетпеген тексерді ма? Жоқ, барлық оқушылармен емес. Бірақ кейбір оқушыларын тексердіңіз ба? Иә. Жетіп жетпеген. Жарайды. Қандай қиындықтар туындаған, соны балалармен талқыладыңыз ба? Енді бұл жерде бізде кейде жаңағы көмірқышқыл газының датчигі да. Кейде емес, бүгін. Бүгін, иә. Көмірқышқыл газының бөлінгенін жинадық. Бірінші рет күшті көрсетті. Екінші рет тағы да жинақтадық, төмен көрсетті. Үшінші рет тағы содан салдық қой. Онда дұрыс положительный. Сіз талқыладыңыз ба сол қиындықты? Иә, мен айттым, то, что датчик сразу переключатель алмай тұр ма деп. Сондай. Өйткені электронный ғой бұлар, резко нетпейді. Өздеріне жаңағы жұмыстарын қорғауға мүмкіндік бердіңіз ба? Нәтижені жайлады, қорғауға мүмкіндік берді дейді. Білмеймін, даже сондай жұмыс емес қой, бізде сондай қорғап нетеді. Онда жоқ деп жаза берейік. Так, жарайды. Енді ең маңызды сұрақ. Сіз қараңыздар, құндылықты беретін екі жол бар да. Біріншісі ол былай. Ал саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, бүгін бізде тазалық күні, таза болыңдар, ешкім кірлетпеңдер, өздерінің физикалық, рухани тұрғыдан таза болып жүріңдер. Ал енді біздің қышқылдар деген тақырып бастайық. Ол бірінші жол, тақырыпқа ешқандай қатысы жоқ. Беруге бола ма? Болады. Берсеңіз жақсы, Абайдың қара сөзінен бастайсыз, шәкәрімнен бастайсыз, тағы да, бірақ ол ешқандай тақырыпқа байланысы жоқ. Ол кез келген мұғалім, кез келген сабақ, кез келген тақырыпты оны бере алады. Берген дұрыс, жақсы. Енді менің сұрайтын сұрағым ол екінші жол. Әрбір тақырыптың ішінен, сондай былай өзінен шығып тұрған, басқа тақырыпта оны бере алмай қалуыңыз мүмкін. Сондай жаңағы тәрбиелік, рухани, эмоционалды, моральды, сыни тұрдан дамытатын сондай өмірге дайындайтын құндылықтар бердіңіз ба? Жоқ, дәл бүгінгі сабақта жоқ. Егер осы сабақты ертең жасайтын болсаңыз, қандай құндылықтар беруге болады осы тақырып арқылы? Бұл тақырыпты енді біз көбінесе зертханалық жұмыс барысында үйрететіміз, үнемділікті үйретеміз да, кішкене. Үнемділікті қалай сіз қышқылдармен байланыстырасыз? Реактивтерді үнемді пайдалануға үйретеміз. Үнемді экономия жасау, Оны басқа тақырыптарда да қолдануға болады ғой, Зертханалық жұмыс барысында соны қолданамыз. Әр зертхана жұмыста үнемді, менің сұрап жатқаным, именно қышқылдар тақырыбында сіз бүгін жасаған экспериментке тікелей байланысты қандай рухани тәрбиелік құндылықтар? Өмірдегі қышқылдарға айта аламыз енді. Мысалы енді табиғи қышқылдар бар ғой, дәмі татып көруге болады. Лимон қышқыл, алма қышқыл, оны көруге болады. Бірақ мұндай енді қауіпсіздікке байланысты шығар, қалай айтамыз екен, биорганикалық қышқылдардың дәмін татып көруге болмайды деген сияқты, басқа қалай енді химияда бізде көп келе бермейді ғой. Қараңыздар, ChatGPT деген мықты құрал, сіз тақырыпты жазасыз, айтасыз, бұл тақырыпқа маған, мысалы, қышқылдар, немесе толық жазып шығасыз, мысалы, осы тақырыпқа маған құндылықтарды жазып бер. Бұған тәрбиелік, моральды, жаңағы рухани, тағы не бар, эмоционалды, сөйтіп бүкіл құндылықтар жазып шығасыз, сізге керек. Сосын сұрайсыз, маған осы құндылықтарды жазып бер. Не жазады екен, көрейік? Құндылықтарды бер.
сосын қандай тағы бар? Тәрбиелік, иә. Эмоционалды. Қараңыздар, кез келген тақырыпты жазсаңыз, иә, ChatGPT-ге, сосын оның айтасыз, маған осы тақырыпқа 1. Қандай паска құрылғыларын қалай қолдануға болады? Жазасыз. 2. Қандай рухани, тәрбиелік, моральды, эмоционалды құндылықтар беруге болады осы тақырып арқылы? Жазып бер. Бұл тақырыпты балалар жақсы түсіну үшін, сабақ қызық өту үшін қандай жаңағы күнделікті өмірден мысалдар келтіре аламын осы тақырып арқылы? 3. 4. Қандай жаңағы 5 критерий балаларға қолдансам болады? 5. Сөйтіп не істейсіз? Не қалап жатсаң, соның бәрін сұрайсыз да, сосын маған осындай жоспар жазып бер десеңіз болады. Мысалы, тепе-теңдік пен ішкі бақылау. Қышқылдар қуатты зат. Ол пайдалы да бола алады, бірақ мөлшері артып кетсе зиян болады. Мөлшері маңызды. Өмірде гармония бар, баланс бар. Сіздің реакция жасадыңыз ғой. Реакция нәтижесінде баланс шықты ғой. Ешбір молекула, ешбір атом не істейді, мына жаққа кетіп қалмайды. Тең болады. Сосын сіз жаңа эксперимент жасағаннан кейін сіздің көмірқышқыл газ не істеді? Көтерілді, сыртқа шықты. Мұғалім ұмытуы мүмкін, өтірік айтып қалуы мүмкін, айтпай кетуі мүмкін да, бірақ біздің биология, химия, физика, біздің реакциялар, біздің жаңа pH, біздің температура, оның бәрін не істейді? Осы құндылықтарды, осының бәрін балалар көрсетіп жатыр, айтып жатыр, температураның көтерілуі. Ешбір жапырақ ешқашан өтірік айтпайды. Ол сізге керек жаңа көмірқышқыл газ концентрациясын керек мөлшерге шейін көтереді. Дұрыс па? Свет қосасыз, не істейді? Ол фактор азай. Ылғалдылық қосасыз. Көрдіңіз ба? Бұл құндылықтардың бәрін біз айта бермей, балаларға соны жеткізуіміз керек. Біз үйретіп жатқан көп тақырыптар ертең балалар өміріне қолданбауы мүмкін. Ұмытып кетуі мүмкін. Дұрыс па? Бірақ осы тақырып арқылы сіз беріп үлгерген әртүрлі рухани осындай тәрбиелік құндылықтар балалардың өміріне бүгін сіңіп, бүгін өмірін өзгертеді, оларға пайдалы болады. Ертең өміріне де қолдану мүмкін. Дұрыс па? Сол үшін мен бұл сұрақты сұрап жатырмын сізге. Егер қазір пока что білмесек, осы шәжемен қолдана берейік. Құндылықты енгізудің 2 жол бар. Біреуі, мен сұраймын, қандай құндылық болды? Енді құндылық болды ғой, мынандай болған шығар деп сабақты есіне алып, сол құндылықты іздеп бір нәрсе табу. Көп адам береді құндылықты, бірақ қай кезде қалай, жақсы тақырып келіп қалса көп береді, иногда бермей қалады да. Менің айтып жатқаным ол 2-ші жол. Құндылықты алдын ала жоспарлап жатқан кезде, тақырып берілген кезде, осы тақырыпқа маған осындай, құндылықтарды мен осылай енгізем деп ең басына жоспарлап, сосын сабақты құрастыру. Бізде қалай презентация бәрін дайындап қоямыз ғой. Соңына қарай құндылықты бір жеріне тығуға тырысамыз. Болса болды, болмаса жарайды. Ұмытып кеттім, болмай қалды деп ше. Негізі ұмытпау керек нәрсе ең бірінші құндылық, ең бірінші өмірге дайындық, Одан кейін бір есеп ұмытып кеттіңіз, бір сіздің ойын болмай қалды, бір не жаңағы үлгермей қалдыңыз есеп, ол проблема емес, Бірақ сонша 40 минут бойы сіз сонша нәрсе бергеннен кейін теория, практика бәрін жасадыңыз, датчик бар, ойын жасадыңыз, бірақ маңызды, мағыналы сондай бір сабақ, сондай бір сөйлем болсын, 2 сөйлем болсын, балаларны бір тамшылап, балаларға пайдалы, құнды бір ақпарат, бір мысал бермесеңіз, бір жоғары деңгей сұрағын сұрап, балаларға сол құндылықтарға өзінің баруын естемесеңіз, күтпесеңіз, шақырмасаңыз, бала қайдан ол құндылықтарға толады? Дұрыс па? Ертең ол қазіргі қарасаңыз көп проблем бар ғой өмірде. Ол проблем не үшін? Теорияның аз берілгені үшін ба? Или сол теория беріп жатқан кезде арасында мағыналы сабақ құндылықтар аз берілгені үшін ба? Скорее всего, құндылыққа байланысты, дұрыс па? Өйткені қанша адам қанша теория біледі, бірақ деген сияқты. И пока что сіз осы құндылықтарды осының ішінен іздеп, осыны қолдансаңыз болады да. Жылдан жылға оны дамытасыз, азайтасыз. Бірақ ең маңызды, ертең менің тақырыбым мынау болса, ең бірінші енді ойыңызда қалай балаларды өмірге дайындасам, осы тақырып арқылы, қалай оларға маңызды, мағыналы осындай құнды заттарды берсем деген ой болса, әр тақырыпқа оны жасауға болады. Бар, физика, химия, биология, сондай тақырып, сондай пәндер олар. Құндылық өте көп та. Мысалы, бір бала сұрайды, атам, мен жаңағы сабақта ұстаздар көп что-то өмірге дайындамайды, что-то көп андай құндылық айтпайды. Көбінесе сол шетелдік теория есеп шығарта береді. Не істеймін дейді, сұрайды атасынан. Атасы айтады, балам, немерем дейді, сен мұғалімнің пәнін көбірек тыңда дейді. Өйткені әрбір пән
не істейді, бүкіл жаңағы құндылықтарды өз тілінде беріп жатыр деп айтады да. Сол сияқты біз де мұғалім болып пәннің өзінің беріп жатқан құндылықтарын істеуге назар аударту керек та. Осыны жасау үшін біздің жаңағы паско датчиктар келді. Осы датчиктар арқылы сіз қазір жаңағы реакцияны, температураны, жаңағы концентрацияны өлшеп, дәл қазір өздеріне оны не істей аласыз, көрсетесіз. Қараңдар, мынау жапырақ өтірік айтпайды. Ол саған не істеп жатыр? Мынау реакцияны былай көрсетіп жатыр. Жаңа көміршік газ шығып жатыр, оны реакцияда да көріп жатыр. Мына жақта да сендерге дәлелдеп бере аламын. От жағып, нені істеп, мысалы, оттегі деген көміршік газ. Сөйтіп балалар назарын не істейміз, аудартамыз. Бұның бәрін биология, химия, физика тілінде айту керек та. Бұрын мысал беріп жатқан кезде сондай керемет, орынды, құндылыққа толы, жоғары деңгей сұрағын сұрасаңыз, бала не істейді? Соған жауап беру үшін өзі-ақ осы құндылықтарға кіріп кетеді та. Миды қинау керек та балаларға. Тек қана теорияны былай құя беріп, ертең сол теорияны маған қайтар, емтихан кезінде бер емес. Осы аз да болсын, бірақ әр сабақта бала дамысыншы, рухани тұрғыдан, эмоционалды, сыни тұрғыдан ойланатын, сонда жақсы бір маман шығарайыншы деп біз фокус қойсақ, сол кезде өзгеріс болады. Әгер робот сияқты сен ойланбай-ақ қой, просто мен саған инструкция бердім, осымен дырылдатып жасай бер, сұрақ сұраған кезде тез жауап бер, білмесе отыр, келесі адамды көтеріп, бұл дамытпайды да, бұл стресс, бұл баланы не істейді, просто сіз берген ақпаратты жаттап, ертең оны сізге қайтарып беру, сондай допты себу ғой былай айтқан кезде. А сіз қашан ләззат аласыз сабақтан? Балаларыңыз шынымен сіз күтпеген жауаптар берсе, сондай керемет сұрақтар сұрап жатса, сөйтіп дамып жатқан көрген кезде, шынайы ләззат, құндылыққа толы сабағыңыз болса, сол кезде өзіңіз ақ рахаттанасыз да. Әйтеуір мен шынымен пайдалы нәрсе істеп жатырмын, балаларым өзгеріп жатыр деген сияқты. Сол кезде рухани бір сондай өзіңізде байыз да, балаларға пайдам тиіп жатыр, бостан-босқа күнде сонша сағатым кетіп жатқан жоқ деп қуанасыз да. Басқа да мысалы көп та бұндай мысалдар беретін. Мысалы, оқушыларға қышқыл сияқты артық кетсең, айналаңа зиян келтіруі мүмкін. Бір сөйлем, бірақ уже ой кетті. Значит, мен айналама зиян келтірмеуім керек, дұрыс па? Одан бөлек, өмірлік сабыр, тепе-теңдікті сақтау, айттық қой жаңа гармонияны, қышқылмен жұмыс жасау, абайлық ережені сақтауды талап етеді. Именно қышқыл абай болу керек. Басқалармен абай болмасаң, мына жақта ол сені күйдіруі мүмкін. Өз өміріңе жаңа қарау керек деген сияқты, аманат, денсаулық деген сияқты. Адамның өмірдегі жауапкершілік қасиетіне тең. Әрбір әрекет салдарға әкеледі. Мынаны қазір күйдірсең, қолың күйеді. Оны біл деген сияқты. Қауіпсіздік ережесін сақтау туралы айтып кеттіңіз. Эмоционалды қышқыл көзге көрінбейтін, бірақ қатты әсер ететін зат. Кейбір затты біз көре алмаймыз, бірақ ол бар. Біз оны дәлелдеп бере аламыз. Қараңдар, көріп тұрған жоқпыз, бірақ не істеп жатыр? Мынау датчик оны көріп тұр. Значит, кейбір заттар біз көрмесек те, бактерия, вирус сияқты, эмоция сияқты, ақыл сияқты, махаббат сияқты, бірақ ол не істейді? Басқа жолмен оны сезудің жолдары бар екен. Мысалы, ол біздің датчик. Мысалы, көз көрмесе, адамның иттің көзі көру мүмкін, есту мүмкін, мысалы, құлағымен. Деген сияқты, көрдіңіз бе? Көп мысал бар да айтатын. Қайда бұл құндылық бар деп айтуға мүмкін емес та. Физика, химия, биологияда ондай мүмкін емес. Басымыз жетпей жатыр ма? Идея келмей жатыр ма? Міне. Сізге ChatGPT бірнеше жыл бойы жұмыс істеп жатыр да. Бәрін өзі-ақ шайнап беріп жатыр. Тек қана осыны беру қалды да. Сөйтіп мысалы не істейсіз? Ішкі сезімнің, эмоциясының несін адамның тура не сияқты эмоционалды интеллект дамытуға шақыруға болады да. Ашу ішкі қышқыл сияқты. Көрдіңіз ба? Бәрін бір сабақта беру керек па? Жоқ. Бірақ сәті келді ма? Беріп қалу керек. Ойласаңызшы, қанша жыл бойы сіз әлі ұстаз боласыз, қанша сізде тақырып қайталанады, қанша мысалы сіз жылдан жылға не істей аласыз, жаңа идеялар, актуальный қазір сыртта бір нәрсе болып қалды ма, бір баланы ұрып мазақтап кетті ма, буллинг болды ма, бүкіл айналаңыз не отқан бәрін сіз ескеріп, соларды сабағыңыз биология, химия, физикадағы тақырыптар арқылы балаларға сол лекцияны, сол жаңа ақылыңызды, биология, физика, химия тілмен айту керек та. Обязательно былай тұрып, балдар төбелеспеңдер, ұрыспаңдар деп айта берем, пайдасы аз. Оны бәрі и так айтады. А біз қалай? Химия, физика, биология арқылы мысал беріп, соны дәлелдеп, сөйтіп берсеңіз, бала вау дейді да. Мен бұны бұлай ойламағам дейді да. Оны үйде бәрі айта береді, азан шешін. Ұрса береді, болмайды, жасама. А дәлелдеп берсеңіз, қараңыздар, қышқылдардың өзі, жапырақтың өзі сендерге ұрыспаңдар,
не істемеңдер деп айтып жатыр деп сондай керемет бір мағыналы әңгіме айтып бердіңіз, иә. Бала бұны үйіне барады да уже басқаша қарайды. Бір проблеманы көп жақтан айта берсек, мысал келтіріп дәлелдеп отырсақ, о проблеманы шешудің жолдары көбейеді, иә. Деген сияқты, мысалы тәрбиелік құндылықтарды айтуға болады, иә. Қышқыл кейде иісі, түсі жоқ, бірақ өте әсерлі. Дұрыс па? Бұл қарапайым нәрселердің де үлкен мәнге ие екенін, жаңа сабырлықтың, ықыластың да аз, бірақ күнде жасайтын нәрсенің пайдасы көп, иә. Мысалы аз, бірақ ықыласпен жасаған пайдасы көп. Мысалы Ыбырай Алтынсаринді қосып жібересіз осы жерге. Көрдіңіз ба? Просто андай проблема қандай? Егер біз сырттағы көп нәрсені айта берсек, ол сабақтан сыртқа шығып кетеміз да. Дұрыс па? Апай, не болып кетті деп айтады да. Біз қалай істеуіміз керек? Көп емес, бірақ жиі и орынды. Тарс етіп бір сөйлем айтсаңыз сабақта, ол балаға көбірек пайдасы тиеді да. Чем қазір 40 минут бойы біреу келіп ұрсады да оны. Шынымен сондай. Балалар орынды болу керек та. Класс жоқ қой. Сол, енді сабақты қорытындылайтын болсақ, жалпы сабақ сіздерге келіп қараған менің ең бірінші фокусым ол датчиктар, дұрыс па? Паско датчиктарын қолдандыңыздар, рахмет. Қаншалықты сіз оны қолданыватсыз, мен жоқ кезде білмеймін, бірақ біліңіздер, бұл датчиктар сіздің сабағыңызда балаларға қызығырақ жасайды. Бұл датчик арқылы сіз жаңа айтқан бүкіл құндылықтарды енгізуге көбірек мүмкіндік туады, дұрыс па? Бұл датчик арқылы сіз балаларға ғылымды, химия, физика, биологияны жақсы көргізесіз. Ертең датчик қолданатын кезде балалар ой келеді да. Мұғалім осымен алысады, ғалымдар осымен алысады екен. Маған бұл ғылым ұнап жатыр. Мен де ертең осылай сіз сияқты керемет мұғалім болып, осындай бір ғалым болғым келеді, агроном, иә, білмеймін, стоматолог, тағы бір нәрсе. Өйткені осы датчикпен жұмыс істеп жатқан кезде ол соны сезіп көреді да. И бұл арқылы біз балаларға болашақ мамандығын дұрыс таңдауға көмектесіп жатырмыз. Түсіндіре алдым ба? Әрине. Так что ол өте жақсы, тегін сіздерге берген мүмкіндік. Оны қолдану керек, одан қашпау керек. Еш нәрсені біз жаман жасамаймыз. Просто біз кейбір нәрсені мен жасай алмаймын деп отырсаңыз, сол нәрсеге сіз керек уақыт, жаңағы практика жасаған жоқсыз. Айдау сияқты, ағылшын сияқты, ChatGPT сияқты керек сағат санын сол нәрсеге бөлсеңіз, сіз оны жақсы маман шығасыз. Маман болып шығасыз. Сол үшін датчик пока что если не особо получается, значит керек қанша 20, 40, 100 сағат сіз әлі онымен алысқан жоқсыз. Ол бүкіл нәрсе сондай. Рахмет, осы кері байланысымыз, талдауымыз осымен аяқталды. Видеоңызды өздеріңізге жіберем. Келесі жолы өзіңіз қарап, осы сұрақтарды өзіңіз жазып алсаңыз болады. Мен келмей ақ өз сабағыңызды өзіңіз талдасаңыз болады. Егер сабақ өткеннен кейін өзіңізді осылай отырып, рефлексия жасап, сұрақтарды сұрап, осындай жасамасаңыз, анализ, онда қатты өзгеріс болмауы мүмкін. Дұрыс айтасыз. Сол үшін әр сабақтан кейін өзіңізге тек қана осындай бірінші сұрақсыз болады. Қандай құндылық бере алдым? Қандай критерий қолдандым? Қандай жаңағы жоғары деңгей сұрағын сұрадым? Қандай өмірден мысал келтірдім? Деген сияқты қаншалықты мен реально пайдалы бола алдым оқушыларға. Қаншалықты реально оларды мен өмірге дайындай алдым. И соңғы айтатын нәрсе, Эйнштейн айтқан, өмірде жетістікке жетуге тырыспаңдар деген. Өмірдің мағыналы болуына тырысыңдар. Что был смысл дейді. И сіз өзіңізге қалай сұрасаңыз болады? Жетістікке жету маңызды сабақта. Теория, практика, ойындар, датчиктер. Бірақ қаншалықты мен сабағымда мағына бар, қаншалықты рухани жаңғыру бар, соны сұрау керек та. Егер ол бар болса, керемет. Егер сабақтың рухы, мәні, мағынасы жоқ болса, қанша теория керемет берілсін, қанша билеңіз, күлдіртіңіз, шоколад беріңіз, датчикпен жұмыс істеңіз, пайдасы аз. Сол үшін education деген, білім саласы деген, образование деген не ол? Бала бүкіл сіз берген теорияны бәрін ұмытып болғаннан кейін, оның бойында не қалса, сол education деген сөз да негіз. Эйнштейн да осы сөз айтқан. Ертең ұмытады ғой бәрін. Құндылық берілмесе, ол да жоқ та, значит. И біз балаларымыз мектеп бітіргесін, қазір көптеген буллинг бар, кредитқа кіріп жатыр, ажырасу бар, суицид бар, көп проблема бар ғой, зорлық, зомбылық бар. Вот сондай қазір үлкен проблемалардың статистикасын қалай азайтсақ болады? Менің ойымша,
сабақтарымызды мән мағынамен жаңағы осындай құндылықтармен толтыратын болсақ, осыған әсер етуі мүмкін, иә? Теорияның аздығынан емес, бұл проблема бәрі. Біз көбірек не істеуіміз керек? Балаларды тәрбиелік, иә, рухани осындай заттармен алысуымыз керек. Сол кезде балалар мектеп бітіргесін өмірге кішкене болсын дайын болып шығады да. Бейім болады, иә. Иә, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сізге көп рахмет. Болады. Группада бар ма? Айдын ардағы ондай. Терең не болды? Қалдау.